Әдебиеттік оқу пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз судың да сұрауы бар. Нағыз адам. Бүгінгі сабақта сен пікірдің дұрыстығына мысал келтіресің. Судың да сұрауы бар. Су бергеннің сауабы бар, су төккеннің жауабы бар. Су бермегенге сүтіңді бер, ақ ниетіңді білсін. Суды босқа ысырап етпеу керек, үнемдеп пайдалану қажет. Еш нәрсе сұраусыз болмайды. Балалар, ең алдымен видеоны тоқтатып, оқулығымыздың 111 бетін ашып, нағыз адам мәтінін түсініп оқып аламыз. Мәтінді оқып болған соң, мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: адам деуге болмайды деп қай жолаушыны айтамыз? Екінші сұрақ: адам емес деп қай жолаушыны айтамыз? Үшінші сұрақ: нағыз адам деп қай жолаушыны айтуға болады? Балалар, бұл бөлімде біз өте қызықты, пайдалы ақпараттар алдық. Көп нәрсе үйрендік, әртүрлі тақырыптарда әңгіме қозғадық. Су тіршілік көзі, жаңбырдың пайдасы, бұлақтың пайдасы, өзен көлдің пайдасы, суды қорғау мен үнемдеу туралы айттық. Бұл бөлім сіздерге түсінікті және ұнады деп ойлаймын. Енді осы бөлімді мына сөзбен қорытындылағым келіп тұр. Су тіршілік көзі. Су адам жүрегіне жыр, көңіліне нұр, сезіміне гүл сыйлайды.